Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Салыхова Анаргүл Жұмажанқызы, Атырау облысы Исатай ауданы жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 5 сыныпқа арналған қазақ тілі пәні бойынша қашықтан оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда саяхат және демалыс деп аталатын 10-шы бөлімді жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы ұлы саяхатшы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: коммуникативтік жағдаятқа сай эмоциональды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру. Екінші оқу мақсаты: төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Оқу мақсатына қол жеткізу үшін бағалау критерийларына назар аударыңыздар. Бірінші, тыңдалған мәтін негізінде сұрақтар құрастырады. Екінші, сұрақтарға жауап беру арқылы қыстырма, қаратпа сөздерді қолданып, диалог құрастырады. Үшінші, диалогте төл сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Қымбатты білім алушылар, оқу мақсатына қатысты берілетін тапсырманы орындау үшін қыстырма сөздер, қаратпа сөздер, одағай сөздер туралы қайталап есіңізге түсіріп көрейік. Сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне, айтушының көзқарасын білдірсе, біз онда оны қыстырма сөздер деп атаймыз. Қаратпа сөз: сөйлегенде біреудің назарын өзіне аудару үшін айтылатын сөз қаратпа сөз деп аталады. Мысалы, балам, дәптеріңді таза ұста. Бұл сөйлемде балам деген сөз қаратпа сөз, өйткені баласының назарын өзіне аударып тұр. Одағай толық мағынасы жоқ, сондықтан затты, құбылысты, әрекетті нақты білдірмей, тек адамның әртүрлі көңіл күйін, сезімін білдіретін, немесе жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер одағай сөздер деп аталады. Оқушылар, сонымен қатар біз өткен сабағымызда төл сөз, төлеу сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін өттік. Берілген сызбалар мен мысалдар арқылы есімізге түсіріп қайталап көрейік. Сіздерге түсінікті болу үшін төл сөзді қызыл түспен, автор сөзін көк түспен белгілеп қойдым. Төл сөзбен автор сөзінің орын тәртібіне және төл сөзді сөйлемнің хабарлы, лепті, сұраулы сөйлем болып келуіне байланысты оларға қойылатын тыныс белгілер әртүрлі болып келеді. Бірінші жағдайға назар аударайық. Егер төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, төл сөз тырнақшаға алынады және автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Мысалы, тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Бұл төл сөз тырнақшаға алынды, дейді Ахмет Байтұрсынов. Бұл автор сөзі. Автор сөзінің алдынан сызықша қойылды. Төл сөз тырнақшаға алынбаған жағдайда төл сөздің алдынан сызықша қоямыз. Екінші жағдай: егер төл сөз автор сөзінен кейін орналасса. Мысалы, Міржақып Дулатов Ахмет Байтұрсынов шығармалары туралы былай деді. Автор сөзі қос нүкте қоямыз. Төл сөз тырнақшаға алынады. Ақыныз Байтұрсынов Ахметтей, сөз алтын мағынасы меруерттей. Егер төл сөз тырнақшаға алынбаса, төл сөздің алдынан сызықша қойылады. Үшінші жағдайға назар аударыңыздар. Егер автор сөзі төл сөздің ортасында кездесетін болса, автор сөзінің екі жағынан да тыныс белгілер қойылады. Мысалы, сызықша, төл сөз, тоқта, тоқта. Үтір, сызықша, автор сөзі, деді Шыңғыс Қанғожаға. Автор сөз аяқталғаннан кейін үтір, екінші төл сөз басталардың алдына сызықша қойылады, басқа күйтар. Төртінші жағдай: егер төл сөз автор сөзінің ортасында орналасса. Мысалы, Шыңғыс, автор сөзі, қос нүкте қоямыз. Төл сөз басталардың алдына сызықша қойылады.
тоқта, басқа күй тарт. Төл сөз аяқталды. Екінші автор сөзі басталайын деп жатыр. Оның алдынан сызықша қойылады. Деді Қанғожаға. Оқушылар, сіздерге мынандай сауал беріледі. Ерте замандағы қандай саяхатшыларды білесіңдер? Геродот деген есім өздеріңе таныс па? Осы сауалдарға жауап іздеу үшін мына бейне материалға назар аударыңыздар. Бұл бейнебаяннан ерте заманда көптеген саяхатшылар бар екенін білдік. Оларға тоқталатын болсақ, Пифей, Геродот, Афанасий Никитин, Фернан Магеллан және қазақтың тұңғыш саяхатшысы Шоқан Уәлихановты жатқызуға болады. Біз бүгінгі сабағымызда Геродот туралы мәтінмен танысамыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Оқушылар, егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, саяхатшы жүрген елдерді картадан белгілеп отырыңыздар. Мәтіннің атауы ұлы саяхатшы. Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, тарих атасы атанған Жиһанкез. Ол әйгілі тарих кітабының авторы, әлемге танымал тұлға. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрын 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот кіші Азиядағы Каликарнас қаласында дүниеге келіп, жас кезінде әміршілерге қарсы топта болғаны үшін елінен қуылған. Біраз уақыт Самос аралында тұрып, көп жерлерді аралаған. Қара теңізге жеткен деген мәлімет бар. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, артына тарих атты үлкен еңбек қалдырды. Ол алғашқы 4 кітабында Лидия, Медия мемлекеттері, Ахемен әулеті жөнінде жазып, оларды Мысырға, Вавилонға, сақтарға қарсы жорықтарына тоқталады. Қалған 5 кітабы грек-парсы соғыстарына арналған. Онда халықтардың тарихымен қатар этнографиясы, діні, әдебиеті, мемлекеттердің ішкі сыртқы саясаты, экономикасы берілген. Шығарманың 4-ші кітабында сақтар елі жөнінде аса құнды мәліметтер ұшырасады. Геродот сақтарды скифтер деп атаған. Енді тыңдалған мәтін бойынша сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Тыңдалған мәтін бойынша 2 сұрақ құрастырыңыз. Екінші тапсырма. Өздерін құраған сұрақтарға жауап беріп, құрамында төл сөз бен автор сөзі, қаратпа, қыстырма сөздері бар диалог құрастырыңдар. Төл сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін дұрыс қойыңдар. Тапсырманың дескрипторы. Мәтін бойынша 2 сұрақ құрастырады. Төл сөз бен автор сөзі, қаратпа, қыстырма сөздері бар диалог құрастырады. Төл сөз, автор сөздерінің тыныс белгілерін дұрыс қояды. Мен сіздерге үлгі ретінде диалог ұсынғым келіп отыр. Руслан, Ерлан, Геродот деген есім саған таныс па? Ерлан, менің ойымша, Геродот біздің заманымыздан 425 жыл бұрын өмір сүрген атақты тарихшы. Бұл жерде Ерлан деген қаратпа сөз, менің ойымша деген қыстырма сөз. Сіздер осы үлгіге қарап отырып, өздеріңіз диалог құрастырасыздар, немесе берілген диалогты әрмен қарай жалғастырасыздар. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазыңыздар. Сонымен қатар, орындаған тапсырманы WhatsApp мобилді қосымшасына жіберіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.